Армысыздар, Неге каналының көрермендері. Бүгін біз сіздермен көмір туралы ақпараттармен бөлісеміз. Иә, кәдімгі қара көмір туралы. Отқа жағатын, отын ретінде пайдаланатын көмір. Ол қайдан шығады? Әрине, жер астынан шығатыны белгілі. Бірақ қалай пайда болған деген сауалға келер болсақ, біздің заманымыздан миллиондаған жылдар бұрын бірнеше қабатталған жер қыртысының астында, яғни бірінші ғасырлар бұрын. Және ол бір емес, араға мыңдаған, миллиондаған жылдар салып бірнеше рет қайталанып отырған. Өртенген өсімдіктердің орнына пәленбай жылдардан соң қайта орман пайда болғаны белгілі. Бірақ түрлі себептерге байланысты бірнеше дүркін қайталанған орман өртінен түрлі талдар мен өсімдіктер, атап айтқанда шырша мен қайың, қаратал мен терек, түрлі жеміс ағаштары дейсіз бе, барлығын өрт шалған соң өртенген тал бұталары жел мен топырақтың әсерінен көміліп, жер қабатының астында қала берген. Бір қызығы, ол жерге ауа бармағандықтан шірімеген. Неғұрлым талай заман өткен сайын топырақпен, сумен, ылғалмен араласып, түрлі экологиялық әсерлерді температурат көмірге айналған. Ол кезең динозаврлар заманына тұспа-тұс келеді десек қателеспейміз. Иә, кәдімгі динозаврлар заманы. Ендеше біздің қолданыста жүрген әрбір көмір тасының ішінде динозаврлардың сүйегі болуы бек мүмкін. Әрине, үгітіліп күлге айналып, түрлі органикалық өзгерістерге ұшырағандықтан біз оны көрмеуіміз де мүмкін. Бүгінде көмірлер тас көмір, қоңыр көмір, қара көмір деп түсіне, пайда болу ерекшелігіне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Бір сөзбен айтқанда, көмір адамзатқа берілген бірінші Алланың, екінші табиғаттың дайындап берген сыйы десек қателеспейміз. Ал енді осы көмірді кім тапты, оны сіздер мектеп қабырғасында жүргенде оқыған боларсыздар. Ең алғаш рет ТМД кезеңінде көмірді тұңғыш тапқан өзіміздің қазақ екенін біреу білсе, енді бірі білмесі анық. Ол былай болған. Бүгінде баршаға белгілі Қарағанды көмір кен орнын ең алғаш ашқан, яғни көмір шығатын жерді тапқан кәдімгі қарапайым шопан, қойшы Аппақ Байжанов болатын. Ол 1833 жылы Нұра өзенінен оңтүстікке қарай 25 шақырым жерде Қарағанды шатқалынан тас көмір кесектерін тұңғыш тапқан адам болып саналады. Аппақ есімді атамыз қой бағып жүріп, іші пысқаннан тастардан оба қалап, таяғының ұшымен жерді түрткенде қап-қара топырақ тектес құрамды байқаған. Ал одан әрі қазғанда қара кесек таста шыққан. Осылайша адамдар үшін қара алтынға айналған көмір осылай табылған. Бұл жер ежелден екі қазақ руына, Сармантай мен Мұратқа тиесілі болған. Ал бүгінде бұл жер бірнеше елді көмірмен қамтамасыз етіп отырған алып шахтаға айналғаны көпке аян. Ендеше тек аспан әлеміне ғана қарамай, анда-санда аяғымыздың астына да бір мезет қарап жүргеніміз артық етпес. Кім біледі, біздің аспаннан іздегеніміз Аппақ бабамыз секілді аяғымыздың астында жатуы да мүмкін ғой. Құрметті Неге каналын тамашалаушылар. Егер көмір жайында дайындалған ақпарат көңілден шықса, лайк басып, ең бастысы подписация етуді естен шығармайық. Ал өзіңіздің көмір туралы басқа да білетініңізбен бөліскіңіз келсе, комментарийге пікір қалдырыңыз. Міндетті түрде жауап беретін боламын.